Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Балалар, менің сендерге қоятын сұрағым бар. Пайғамбар деген кім? Бұл адамға Құдай өзінің жоспарларын ашады. Ол болашақты болжай алатын адам. Сондай-ақ, пайғамбар Құдайдан ерекше дүрбі алып, сол арқылы болашаққа көз салып, ешкім көрмеген нәрсені көре алатын адам деп айта аламыз. Ежелгі Закария пайғамбар да болашақты көріп, Құдайдың оған көрсеткендерін кітапта жазып қалдырған. Закарияның кітабында былай деп жазылған: Уа, Иерусалим халқы, шаттана, ән шырқа, сенің патшаң саған келе жатыр. Ол әділ құтқарушы, кішіпейілділік пен есектің үстінде отыр. Құдайдың алдын ала айтқаны орындалды. 500 жылдан кейін Закарияның пайғамбарлық сөздері дәл орындалды. Иса Иерусалимге қарай бара жатты. Жолда ол шағын ауылға кіріп, 2 шәкіртіне бір тапсырма берді. Келесі ауылға барыңдар, сонда есекті көресіңдер. Оның байлауын шешіп маған әкеліңдер. Біреудің есегін қалайша аламыз? Егер біреу сендерден есектің байлауын не үшін шешіп жатырсыңдар деп сұраса, есек мырзамызға керек деп жауап беріңдер. Жарайды, айтқаныңды істейміз. 2 адам ауылға кіріп, есекті тауып алып, оның байлауын шешіп тастады. Бәрі Иса айтқандай болды. Ей, сендер не істеп жатырсыңдар? Бұл менің есегім. Ол мырзамызға керек. Оны алып келу үшін бізді мырзамыз жіберді. Сендердің мырзаларың ба? Онда жарайды. Бәрі жақсы. Оны алыңдар. Шәкірттері есекті Исаға алып келді. Олар есектің үстіне шапандарын жапқаннан кейін Иса оған мінді. Басқалары киімдерін кілемдей жолға жайып, ағаштардан бұтақшалар кесіп алып, оларды бұлғап, Исаны қуана қарсы алды. Қуан, Иерусалим, патшаң келе жатыр. Жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған. Жаратқан ие мадақталсын. Бізді құтқар. Сен біздің патшамызсың. Олар өздеріне мол нан беріп, римдіктердің қамытынан босататын патшаны қалады. Бірақ Иса сол үшін келген жоқ еді. 1 аптадан кейін халықтың одан көңілдері қалады. Және олар ашуланып, біз оны қаламаймыз. Ол өлуге тиісті. Ол айқышқа шегеленсін. Олар Исаның наннан да бағалы нәрсе бергісі келетінін түсінбеді. Ол олардың жүректерінде билік етіп, олардың өмірлерін тура жолға бағыттағысы келді. Оның сендер мен бізге де осыны қалайтыны үшін мен өте қуаныштымын. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.